Армысыздар, кітап сүйер қауым. Менің аты жөнім Қабыкен Руслан Кенжебайұлы. Бұқар Жырау ауданы Көкпекті жалпы білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерге ерекше әсер қалдырған, жүрегіме жақын болған поэма туралы айтқым келіп отыр. Бұл туынды менің әдебиетке деген қызығушылығымды арттырып, ішкі жан дүниемен үндескен терең ой мен нәзік сезімді қатар өрбіткен ерекше шығарма. Сондықтан мен бүгінгі бук трейлер арқылы осы тамаша поэманы сіздерге де таныстырғым келеді. Қызықты әрі ой саларлық бұл шығарма сізге де ұнайды деп сенемін. Ендеше бук трейлерге назар аударайық. Құрметті оқырмандар, мен сіздерді Дала поэмасын оқуға шақырамын. Осы поэманы оқи отырып, сіздер керемет күйге енесіздер. Дала поэмасы Ілияс Жансүгіровтың қазақтың кең байтақ даласына арналған ұлы жыры. Ақын поэмада туған жердің әсем табиғатын, оның ғажайып көріністерін, дала өмірінің өзгеше болмысын суреттейді. Поэма әсем табиғатты қана емес, сол кездегі жоңғар шапқыншылығы және орыс отаршылдығы сияқты тарихи кезеңдерді суреттейді. Бұл оқиғалар халықтың басына ауыр тиді. Ілиястың Дала поэмасы даланы тек қана кеңістік емес, оны тіршіліктің қайнар көзі ретінде бейнелейді. Бұл поэмада даланың көркем бейнесі, табиғаттың әр мезгілдегі құбылыстары суреттеледі. Қазақтың көшпелі өнері, оның ұлылығы мен еркіндігі дәріптеледі. Ақынның бейнелі тілі, терең философиялық ойлары мен көркемдік тәсілі поэманы қазақ поэзиясының інжу-маржанына айналдырады. Дала қазақ халқының өмірмен бірге қайнасқан, оның тарихы мен мәдениетін танытатын құнды туынды. Жас достар, қазақ даласының сұлулығын, ұлылығын, тарихын сезінгіңіз келе ме? Олай болса, Ілияс Жансүгіровтың Дала поэмасы сізді нағыз табиғаттың әлеміне жетелейді.